Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Тамаша. Олай болса біз сабағымызды бастайық. Балалар, біз бүгін артикуляциялық жаттығуды осындай мамандықтар деген ертегілер кітапшасымен орындайтын боламыз. Кәне барлығымыз бірге бірінші бетін ашайық. Ертеде бір қыз болыпты. Ол балаларға білім бергенді қатты жақсы көреді екен. Сөйтіп, барлық балаларды жинап, білім беретін ұйым ашып, оның атын балабақша деп атайды екен. Міне, балалар таңертең балабақшаға барардың алдында тістерін щеткамен тазалайды. Щетка жаттығуын орындаймыз. Айнаға қараймыз. Содан кейін балалар балабақшаға келеді. Балабақшаға келгенде оларға аспазшы апай таңғы ас береді. Таңғы асқа құймақ әзірлейді. Кәне жалпақ тілімізді соңғы ерімізге қоямыз. Жарайсыздар. Кейін балаларға тосап береді. Тосаптары еріндеріне жағылып қалыпты. Кәне тіліміздің ұшымен астыңғы үстіңгі ерінімізді жалаймыз. Тамаша, жарайсыңдар. Кейін балалар таңғы ас ішіп болған соң сабағын оқып далаға серуендеуге шығады екен. Бірінші қыздар әткеншек тебеді. Кейін балалар футбол ойнайды. Тамаша. Ал балалар әбден ойын ойнап болған соң балабақшаға қайта кіріп, түскі астарын ішіп, ұйқыға жатады екен. Тілімізді орнына қоямыз, е? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, біз тынысымызды ретке келтіру үшін бірге тыныс алу жаттығуын жасайық. Астында орындықтарға отырып, басымызды шығарып, допты үрлеу арқылы бір-біріміздің қақпамызға гол саламыз, е? Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз түрлі мамандықтарды білетін боламыз. Сол мамандықтарды көру үшін бірге сиқырлы бөлмеге кіріп, голограмма арқылы видео тамашалаймыз. Қараймыз, экранға назар саламыз. Мен футболшымын, мен доп тепкенді жақсы көремін. Мен қарсылас команданы қақпасына гол салған жақсы көремін. Мен дәрігермін. Мен адамдарды емдегенді жақсы көремін дейді. Келесі ұстаз. Мен балаларға білім беремін, оларға алғаш қалам қолына ұстатып, білім бергенді ұнатамын. Ал аспазшы балалар барлығымыздың қарнымыздың тоқ жүргеніне қарап, ас әзірлеп жүреді екен. Тамаша. Балалар барлығымызға түсінікті болса. Ал енді сиқырлы бөлмеміздегі видео сіздерге ұнаған болса, келесі ойынымызды ойнауға дайын болайық. Келесі ойынымыз бұл мамандықтарға байланысты. Міне қараңдаршы, мамандық иелері өздерінің құралдарын жоғалтып алыпты. Біз жаңа үйрендік қой, ұстазды, аспазшыны, футболшыны, дәрігерді, футболшыны, аспазшыны үйрендік қой. Енді солардың құралдарын табуға кірісейік. Осы бөлмеде түрлі мамандық иелерінің құралдары жасырынып тұр. Кәне қараймыз. Міне. Дәрілер балалар адам емдеуге қолданылады. Қақпашы футбол ойнағанды жақсы көреді. Қақпасы керек футбол ойнау үшін. Ал аспазшы тамақ әзірлеу үшін оған кастрюль керек. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі
іс-әрекетімізді қалай түсінгендеріңді білу үшін бірге Kahoot ойынын ойнап көрейік. Kahoot ойынына қосылып, сұрақтарға бірге жауап береміз. Дайындаламыз. Біздің тақырып мамандықтар. Бұл қай маманның құралы? Қараймыз, мына суретте көрсетілген қай маманның құралы? Егер аспазшы болса, қызыл нұсқаны, ал егер дәрігердікі болса, сары нұсқаны, ал футболшының құралы болса, көк нұсқаны, ал ұстаздың құралы болса, жасыл нұсқаны таңдаймыз. Я, бұл дәрігердің құралы. Укол, я? Жарайсыңдар. Келесі сұрақ бізде. Ұстазы белгіле дейді. Қай суретте ұстаз белгіленген? Дұрыс, сары нұсқада ұстаз белгіленген. Бұл кімнің құралы? Бұл кімнің құралы? Бұл доп, яғни футболшының құралы. Бұл жасыл нұсқа. Белгілейміз. Келесі сұраққа көшеміз. Келесі сұрақ. Тамақ жасағанды ұнататын қай мамандық иегері? Бізде қай мамандық иегері тамақ жасағанды ұнатады? Я, ол аспазшы. Демек, ол қызыл нұсқа. Ал кезекті 5-ші сұрағымыз. Доп тепкенді ұнататын мамандық иесі. Доп тепкенді бізде футболшы ұнатады. Жаңа өзіміз де футболшы болып көрдік қой. Жарайсыңдар. Келесі. Бұл кімнің құралы? Суретке мұқият боламыз. Бұл кімнің құралы? Я, бұл кітап, бұл ұстаздың құралы. Бұл арқылы адамдарға білім береді, ұстаз бізге. Жарайсыңдар. Ал бұл балалар мұқият боламыз. Соңғы сұрақ. Бұл ыдысқа ас пісіргенді кім жақсы көреді? Бұл ыдысқа ас пісірген жақсы көретін ол аспазшы. Тамаша балалар. Қайда? Бізде бүгін жеңімпаз болған қатысушы. Міне 6407 ұпай жинап, Дана жеңімпаз болды. Тамаша, жарайсың. Балалар, бүгін сендер өте белсенді болдыңдар. Сол үшін сендерге осындай кітапшаны сыйға тартамын. Ал бұл кітапша жай кітапша емес, артында QR код бар. Осы арқылы аналармен үйде тапсырманы бірге орындаймыз. Келістік па? Сәлем балақай. Менімен бірге щетка жаттығуын жасайтын боламыз. Тіліміздің ұшымен үстіңгі және астыңғы тістерімізді тазалаймыз. Жарайсың.